Ал балалар сәлеметсіңдер ма? Топта кім бар, кім жоқ? Топта барлығы отырамыз. Отырамыз. Жақсы. Ал балалар, бүгін мен сендердің барлықтарыңа бүгін сабақ үшін сәттілік тілеймін. Қуаныш, мен саған зор денсаулық тілеймін. Жансай, мен бүгінгі сабақта саған жетістік тілеймін. Ажары, мен саған белсенді қатысуыңды тілеймін. Ана бүгінгі сабағымыз жақсылап аяқталып кеткесін. Динара, мен саған осы колледжді жақсы бітіруге тілектеспін. Жансел, бүгінгі сабақта белсенді бол. Мен саған бақытты болуға тілектеспін. Мен саған бүгінгі сабаққа сабаққа жақсы қатысуыңа тілектеспін. Балалар, сендерді бүгінгі ұлттық құндылықтар дәріптеу мақсатында тақия әдісімен 3 топқа бөлеміз. Қазір келіп, әр бала бір-бір тақиядан алып, өз топтарыңды анықтайсыңдар, сосын топпен 3 топқа бөлініп отырамыз. Ал келіңдер, балалар бір-бірден асықпай, бір-бір тақиядан аламыз. Кім қай топ екен, сол топ өздеріне бірге отырады. Ал балалар, енді біз 3 топқа бөлдік қой, қаныққан май, қанықпаған май, трансмайларды. Енді әр топ басшысын сайлаймыз да, әр топ басшысына бір-бір бағалаудан беремін, өзін-өз бағалау. Сондықтан әр топ басшысы өздеріңіздің топтарыңызды осы толағай әдісі бойынша 10-нан 100-ге дейін деп тұр. Сондықтан әр топқа өз бағаларыңызды қойып отырасыздар. Бірінші жаңа сабақ бастамас бұрын үй тапсырмасын еске түсірейік. Бізде үй тапсырмасының тақырыбын білесіңдер. Көмір суларды жіктеу, олардың қасиеттері, қызметтері. Сондықтан еске түсіру үшін біз бүгін экранға назар саламыз. Колесо әдісі бойынша үй тапсырмасын сұрақтар шығады, соған жауап беру арқылы үй тапсырмасын бағалаймыз. Олигосахаридтердің қасиеттерін кім сипаттайды? Ал Жансел тұрағы. Гликон моносахаридтен тұрады, суда ерейді, дәмі тәтті және де гидролиздені моносахаридтерге дұрайды. Жақсы, отырағы. Келесі. Көмір сулардың тәуліктік қажеттілігі неге байланысты? Кім айтады? Ал айтады? Көмір сулардың тәуліктік қажеттілігі адамның жасына, жынысына, физикалық теңдесіне, денсаулығына байланысты. Жақсы, отырағы. Келесі. Қандай көмір сулар гидролизденбейді? Ал енді айта ғой. Гидролизденбейтін көмір сулар моносахаридтер. Отырағы, жақсы. Келесі. Көмір сулар дегеніміз не? Ал айта ғой. Көмір сулар дегеніміз адамға энергия беретін және энергия түзетін органикалық қасиеттер деп айтамыз. Келесі химиялық табиғаты бойынша көмір сулар нешеге жетеміз? Ал Жансай айта ғой. Біз 3-ке жетеміз: олигосахаридтер, моносахаридтер және полисахаридтер. Дұрыс, отырағы. Келесі. Көмір сулардың жалпы формуласын кім жазар? Кел, Динара, жаза ғой. Жақсы, дұрыс, отырағы. Көмір сулардың ағза үшін маңызы қандай балалар? Ал айта ғой. Көмір сулар энергияның басты көзі болып табылады, сондықтан олар мидың ойлау қабілетіне және де бұлшықетке пайдалы. Жақсы, отырағы. Балалар келіп, жиналып, осы пазлды құрастырыңдар, сонда біздің бүгінгі тақырыбымыз шығады. Ал келіп, көмектесем дейтін балалар болса, келіп көмектесіп, тез-тез құрап жіберіңіздер. Ал сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз қандай болып шықты? Липидтердің Құрылымдық компоненттері, майлардың қасиеттері. Яғни липидтердің құрылымдық компоненттері, майлардың қасиеттері болып шықты бүгінгі тақырып. Ал енді қазір осы тақырып жөнінде отырайық балалар. Осы тақырып жөнінде қысқаша экранға қарап видеоны тыңдаймыз. Сіздер ма? Сабақтың тақырыбы липидтердің құрылымдық компоненттері, майлардың қасиеттері мен қызметтері. Липидтер мен майлар бұл ағза үшін маңызды органикалық қосылыстар. Олар жасушалардың мембранасының құрамына кіреді және энергия көзі ретінде қызмет атқарады. Сонымен қатар липидтер зат алмасу процесінде маңызды рөл атқарады. Липидтер май қышқылдары мен глицериннен тұрады. Суда ерімейді, бірақ органикалық еріткіштерде ериді. Липидтер
липидтердің негізгі қызметтері энергия көзі. Майлар ағзаға энергияның негізгі көзі болып табылады. Себебі 1 грамм май жанғанда 9 килокалория энергия береді. Қоректік заттарды тасымалдау майлар майда еритін дәрумендерді тасымалдайды және ағза үшін олардың сіңуіне көмектеседі. Қорғаныш және жылу сақтау. Липидтер ағзаны суықтың сақтап, ішкі органдарды механикалық зақымданудан қорғайды. Липидтер дененің энергетикалық балансын сақтауға және басқа маңызды биологиялық қызметтерді атқаруға көмектеседі. Липидтер бұл тек энергия көзі ғана емес, ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті құрылыс материалы. Қанықпаған май жасушадағы жүрек қан саулығының талшықтарын денсаулыққа оң әсер етеді. Қаныққан май көп болса, жүрек ауруының қаупін арттыруы мүмкін. Қызықты факт, денеміз майды тек энергия ретінде емес, түрлі гормондар өндіру үшін пайдаланады. Сондықтан дұрыс май тұтыну маңызды. Көріп тамашаладыңыздар ғой, бүгінгі тақырып жөнінде жалпы, сонымен майлар несімен ерекше екен, яғни гидрофобтығымен, ерімейтіндігімен. Май деген сөздің өзін біз грек тілінен аударғанда липос, яғни май деген мағынаны білдіреді екен. Жалпы липидтер дегеніміз барлық тірі жасушалардың құрамына кіретін, суда ерімейтін, органикалық ерітінділерде еритін май тәрізді органикалық қосылыстар тобын липидтер деп атайды екенбіз. Ал енді балалар бүгінгі 3 топқа бөлдік қой, қаныққан май, қанықпаған май, трансмайлар деп. Енді әр топ постер түрінде топтық жұмыс жасаймыз. Қазір осы топты плакаттарында алыңдар балалар. Сендер қаныққан май топтары, қаныққан май тобына жалпы сипаттама бересіңдер, химиялық құрылымы, қасиеті жөнінде толықтай мағлұмат бересіңдер. Екінші топ қанықпаған майлар, сендер де тура солай жаңағы майға қанықпаған май тобына жалпы сипаттама, сендер трансмайлар қайда қолданады, не үшін қолданады, бұның пайдасы бар ма, зияны бар ма, сол жөнінде тобы жалпы мағлұматты қорғайсыңдар. Тақырып түсінікті ғой, иә? Қай топ бірінші шығады, келіп қорғай берсеңдер болады. Бірінші, қаныққан май топтар, сіздер дайынсыздар ма? Келіп қорғаймыз олар. Жалпы біздің топ қаныққан майлар тобы. Жалпы қаныққан майлар дегеніміз ол көміртек тізбегінде қос байланыс болмайтын майлар, және де оған жануар тектес майлар, яғни өнімдер кіреді. Мысалы айта кетсек, қаймақ, ірімшік, майлы ет деген секілді. Ал кейбір өсімдік майларында болады. Мысалы айтсақ, кокос майы, пальма майы деген секілді кейбір ғана өсімдік майларында кездеседі. Сонымен қатар бұл майлар ағзаға энергия береді және де жасуша мембранасының құрамына кіреді. Жалпы бұлардың тізбектері ұзын, яғни ұзын болғандықтан олар тығыз орналасады. Сонымен қатар олар қатты болады. Жақсы дейді. Қаныққан майлардың қасиеттері, қаныққан майлар қос байланыстары болмайды, олар жай байланыстардан тұрады. Және де химиялық тұрғыдан олар оңай тотыға бермейді, тұрақты, және де жоғары температураға төзімді. Ал қуырған кезде құрылымдық қасиеттерін өзгертпейді. Табиғат жағдайда кездесуі олар өсімдік және де жануар майларында кездеседі. Жақсы. Қаныққан майларды көп мөлшерде пайдаланатын болсақ, оның денсаулыққа деген әкелетін зияны өте көп. Қаныққан майларды көп мөлшерде пайдалану артық салмаққа, жүрек қан тамыр ауруларына және қант диабетіне әкелуі мүмкін. Болды. Отырамыз балалар. Жансая, енді өз топтарыңызды ақырындап бағалай беріңіз. Келесі топ қанықпаған май топтары, сіздер шығасыздар. Қанықпаған майлар көбіне жаңғақтарда, балықтарда және де өсімдік майларында кездеседі. Олар көп қанықпаған және бір қанықпаған кездеседі. Және оның пайдасы ол жүректегі холестеринді түсіреді және де жаман холестеринді азайтады. Жүректі және де қан тамырларын қорғайды. Және де ми әсеріне көмектеседі. Омега 3 қатты көмектеседі және де қабынуды азайтады. Оны аз жесек немесе дұрыс қолданбасақ, ол жүрек қан тамыр ауруларына әкелуі мүмкін және де қандағы холестеринді көтеруі мүмкін. Артық тұтана келсек, адам артық салмақ қосуы мүмкін және тепе-теңдік сақтамаса ас қорытуға ауырайды. Трансмайлар дегеніміз, яғни қанықпаған май қышқылдарының өзгерген түрі. Трансмайлардың жүрекке әсері тамыр қабырғасындағы холестерин күшейтеді және де инфаркт пен инсульттің қаупін арттырады. Жақсы, келесі.
трансмайларды көбіне біз дүкен сөрелерінен кездестіре аламыз. Себебі ол жерде тағамдардың мерзімі ұзақ сақталу үшін трансмайларды қолданады. Олардың трансмайларды қолданбаудың алдын алу үшін табиғи майды және дүкенде зат алған кезде құрамын қарап тексеріп алуға болады. Осы бүгінгі майлар тақырыбына арналған шағын кішкене тәжірибеміз бар. Осы тәжірибе, яғни бірінші майлардың ергіштігі, екінші қағаздағы майдағы, үшінші майлардың тығыздығы жөнінде шағын тәжірибе жасайтын боламыз. Бұл тәжірибеге қазір 2-3 студент шығарамыз. Мен бүгінгі жасайтын тәжірибе майдың бар екен дәлелдейтін тәжірибе болады. Ол үшін бізге А4 ақ қағазбен өсімдік майымен пипетка қажет болады. Көріп отқандай өсімдік майын ашқаннан кейін пипеткамен қажетті көлемін аламын. Алғаннан кейін мен оны ақ А4 параққа тамызамын. Тамызғаннан кейін оның осындай ақ ізі пайда болады да майдың бар екен дәлелдеп шығады. Яғни майдағы талдар. Келесі тәжірибеміз. Менің көрсететін тәжірибем бұл майдың тығыздығы. Біз білетіндіктен май судан жеңіл болып келгендіктен әрқашанда судың бетіне қалқып шығады. Тамақтанып көрсек болады. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бірінші су құйып аламыз және май аламыз. Судың бетіне қалып шықты, оны араластырсақ та әрдайым судың бетіне қалып шығады. Жақсы. Яғни майлардың тығыздығын көрсетті. Үшінші бізде менің тәжірибем майлардың ерекшелігі. Жалпы тәжірибенің мақсаты майлардың суда ерекшелігін көрсетеді. Бізге керек заттар сынауықтар, спирт, су және өсімдік май. Суды құйып аламыз. Тәжірибе барысында біз өсімдік майын суға және спиртке құйып шайқаймыз. Көріп тұрғандардай суда май ерімейді. Нені байқап балалар? Яғни майдың суда ермейтіндігі гидрофобтығын, иә? Келесі? Біз енді спиртке май қосып көреміз. Және шайнаймыз. Көріп тұрғандардай май спиртке жартылай ериді. Қорытындылай келе майлар гидрофобты заттарға жатады. Кішкене серпу сәтін жүргізейік. Серпу сәтіне бізде Динарадан поэзия. Мұқағали Мақатаев, жоқ дәрігер. Жүрегіме жүк артып жүргенімде, қажыдым ба, байғұсын білмедім бе, шайпау тиіп шаршатып кім көрінген, уладым ба, білмеймін кірледім бе. Бар ақиқат бір дерттің жүрегімде, дәрігер-ау арқалап жүремін бе, сорлайтындай соншама кім едім мен, неге аяныш атасың іреңіңнен. Айтып өлтір, қайтесің бос қойланып, жүрек дерті өлімге бастайманық. Адасам ба өмірден жастай қалып, ет жүрегім кетеме тас қайналып. Неге айтпайсың, тұрғанша бос қойланып, пері соққан пендеде есі жарым, тамырымда тулайды есірағым. Бұл жүректің білмеймін несін алдым, несі жоғын білмеймін несі барын. Қаным қайнап барады, қаным қайнап, бір амал тап, дәрігер халімді ойлап. Алауыртқан ақынның қолын байлап, әкетпесін ажал кеп өлімге айдап. Жоқ дәрігер, жоқ. Келесі бізде жұптық жұмыс. Бұл жұптық жұмысқа біз ашық микрофон әдісін қолданамыз. Ашық микрофон әдісін қолдану үшін біз бір-бірімізбен жұптасуымыз керек қой. Сондықтан мына жерде алдарыңызда әртүрлі жаңағы май түрлері тұр. Осы таблицаны таңдау арқылы сіздер өз жұптарыңызды таңдайсыздар. Ал келіп балалар аламыз. Бір-бірден асықпаймыз.
кім өз жұбын табады? Микрофон соған берейін, Жансая саған берейін. Мен қаныққанмаймын, өз жұбымды іздеймін. Үшінші топта Жансаяның жұбы. Ал енді жұптас, әрқайсыңыз сөйтіп өз жұптарыңызды тауып алыңыздар. Мен қанықпағанда мен өз жұбымды іздеймін. Жансая? Менің жұбыма сұрағым липидтердің негізгі құрылымдық қасиеттері. Майқышқылдар және глицерин. Мен өз жұбыма қоятын сұрағым қаныққан және қанықпаған майқышқылдардың айырмашылығы неде? Қаныққанда қос байланыс жоқ, қанықпағанда қос байланыс бар. Жақсы. Келесі шақырамыз. Мен қанықпаған май, мен өзіме жұбыма қоятын сұрағым стритта қандай биологиялық молекулаларға жатады? Оған холестерин және де экстроген, эт қышқылдар жатады. Мен өз жұбыма қоятын сұрағым липидтердің жол реттеу маңызы неде? Май қабатын жылуды сақтайды және де организмді суықтан қорғайды. Жақсы. Біз келесі сұрақтарды келесі жұпқа береміз. Келесі жұп. Майлардың қасиеттері, майлардың гидрофобты қасиеттері олардың бөлім қалай түсіндіреді? Майлардың қасиеттеріне келе келсек, олар энергияны сақтайды және де су өткізбейді. Ал мен жұбыма қоятын сұрағым, өсімдік майы мен жануар майының айырмашылығы қандай? Өсімдік майы мен жануар майы айырмашылығы, өсімдік майы қанықпаған, сұйық, ал жануар майы қаныққан және қатты күйде болып келеді. Жақсы. Балалар, бізде енді соңғы жұмысымыз жеке жұмыс, яғни біз бауырсақ әдісі бойынша осы сұрақтарды әр бауырсақты алу арқылы бүгінгі сабақтан сұрақтарға жауап береміз. Қаныққан майлардың бөлме температурасындағы күйі қандай? Олар көбінесе қатты күйде болады. Жақсы, отыралы. Келесі, кел оған. Жақсы, отыралы. Трансмайлар қалай түзіледі? Трансмайлар майларды гидрогенизациялау кезінде түзіледі. Жақсы, отыралы. Түсінікті болса, сендерге енді кері байланыс жасайық. Яғни кері байланыс бізде білім әуе шары арқылы жүзеге асады. Бүгінгі сабақтан кім не түсінді, кім түсінбеді, кімге ұнады сабақ сол жөнінде жазып, әрқайсысы өз ойларыңды білу арқылы түсіндіріп кетсеңдер. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады және де майлардың зияны мен пайдасын ажырата білдік. Жақсы. Келесі. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Майлар туралы нақты мәлімет білдік. Жақсы. Сабағымызды қорытындылай келе, әр топты бағалап алайық. Бірінші топ, Жансая, сен өз тобыңды қалай бағаладың? Мен өз тобымды 90-ға бағаладым. Жақсы. Екінші топ, Жансая? Мен өз тобымды 90-ға бағаладым. Жақсы. Үшінші топ? Мен өз тобымды 85 балға бағаладым. Үйге тапсырма береміз. Бүгінгі тапсырма түсінікті болса, балалар майлар жөнінде, липидтер жөнінде, майлардың қызметтері, қасиеттері, қаныққан май, қанықпаған май, трансмайлар жөнінде эссе жазу және презентация жасау, сонымен қатар осы тақырыптарға тесттер құрастыру. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды, балалар. Жақсы, сау болыңдар.